айтайын шындықты Алла ары қарай апаларымызға құрметті көпшілік, мынау барлығыңызға той құтты болсын. Мынау кішкентай бүлдіршіннің алғашқы қадамы, алғашқы тойы шілдехана той құтты болсын. Осы бүлдіршіннің тойын бөлісу үшін келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Аш тамырымен мықты, отбасы мен мықты дейді, семья болғанда. Енді әрқашанда осы тамырын кеңге жайып, жапырағы жайқала беретін отбасы болуларыңа тілектеспін жаным. Дендеріңіз сау болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын, іші сәбидің үніне тола берсін жаным. Барын менде бақыт дегенде әйел адам бақытты боламын демейді екен, сол жерді бақытты етемін деп келеді екен. Міне келін бақыттылық деген осы бүлдіршінді әкеп апаларымды қуантып жатсын. Бүлдіршіннің бауы берік болсын, дені сол сияқты барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз, дендеріңізге саулық тілейміз. Әрқашан осы тойда кездесе берейік. Өзге тойға, жақсылыққа, тек сондайға келейік, Алла тағала соны нәсіп етсін. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын, алғыштеріңіз қабыл болсын. Құрметті ағайындар, бүгінгі тойдың директоры мен, билеттеріңіз болса маған беріп беріңіздер. Әрине әділ алып келген тежапатымыз тапсырайық, ортада ағайындар биі болсын, тойымыздың алғашқы биі болсын, ортада болсын кәнеге. Құдала, құрметті орта қалай. Той боласың, маэстро, кел. Ортада болсын кәнеге. Бәрекелді, бүгінгі той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Төрде отырған көпшілер, апалар, бүгін досымнан тамаша қуанышы құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән болсын, білсеңіздер, досым отырыңыздар. Жауып тұрған көктемдей, өлтіре барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспандай, найзағай шаншып өткендей, есіңнен алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда алғайсың. Тас бауыр бол, арманда жаным армандай, оңаша жалғыз қалғандай, есігімен алғайсың. Микрофон даусын басқай шырей, амалма жанның талай. Аналардың күніне тамаша ән болсын, білсеңіздер, бәрі болсын отырын. Шет жүрсем сағынарым, шабысам шабығарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Ал бірге кет ал. Анашым, ал кетті. Алдыңда ұзақ жүрсең, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдай, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды.
ағайындар, мына кісілерді танисыздар ма? Бір шапалақ ұрып қоймаймыз ғой. Қалай? Асқан көңіл күй қалай? Былай істейікші, тойымыз қалай басталса, солай аяқталады ағайын. Мен қазір көңілді столданып қойлайын ағайын. Мен қазір құрметті қонақтар, көңіл күйлеріңіз қалай деп айқайлайды. Кім айқайлап, қай стол орнынан тұрып шапалаққа сразу күй диапазонды беріңіз. Құдалардың көңіл күйін көрейік, ағаштардың көңіл күйін көрейік, достардың көңіл. Ауылдастар бұл шапалақ ұрып қоймаймыз. Және мына стол. Сіздер кім болып келдіңіздер? Коллектив, қай мекеме? Ай, бармашар, коллектив. Міне ағай, екі стол өте қуанышаға. Құрметті қонақтар, көңіл күйлеріңіз қалай деп айтады. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қазір мен айтқан кезде көресіз, қалай ел шапалағы. Тура сізде солай, құрметті қонақтар, көңіл күйлеріңіз қалай? Құрметті қонақтар, көңіл күйлеріңіз қалай? Уақыт жоқ заманда, міне уақыт тауып, бізді сыйлап келіп жатыр, дұрыс па? Мен қазір жақсылап хабарлаймын. Ел қолыңызды көтеріп, келген қонақ қойсаға. Ал ардақты ағайын, алдарыңызда бүгінгі бейбарыс тойылдарыңыздың Асқартау әкесі қошемет қайда? Аяулымдай қыздарыңыздың Құдай қосқан қонағы. Геннадий Головкиннің Иранбек Бесбаевтың досы Бейбіт Ыстыбаевпен күрескен. Алдарыңызда қазақтың батыры Асылханға қошемет. Жақта аяғын прикол ұстап тұр. Тамада бала қазір мен дейді, ек қолымды көтеріп, аяғына дейін барамын дейді. Елдер орнынан тұрып шапалақ ұрады дейді. Көрейсің қазір. Ардақты ағайын, аяулым дұрыс па? Шапалақ ұрып қойыңыздар. Міне қанша мың теңгеге көйлек алды, дұрыс па? Қанша мың теңгеге прическа жасатты, бетін боятты, кірпік жабыстырды, дұрыс па? Ал Асылхан да дайындалды. Бүгін баламның бесік тойы деп моншаға түсіп болдым ғой. Ал ардақты ағайын, мен қазір аяулым қыздарыңызды жақсылап таныстырайын. Алдарыңызда бүгінгі тәтті тағамның иесі, тәтті салаттың иесі, Асылхандай ұлдарыңыздың сүйген жары, Шымыр елінің келіні, Бейбарысбайге Есмаханның досы, алдарыңызда Мисс Қазақстан, аяулым қыздарыңызға қошемет. Қошемет қайда, көршілер, коллектив. Асылхан, аяулыммен отау құрбаныңа қанша жыл болды? 5 жыл. 5 жыл дейді ағайын, шапалақ ұрып қоймайды. 5 жыл бір әйелмен тұру ренжігеніңді көтерді ма? Ашуланғаныңды көтерді ма? Еркек тұқы түнде кетіп, азанда келгеніңді көтерді ма? Енді неге нағашылардың арасында, қайын жұрттың арасында, көршілердің арасында аяулымды 5 минут көтеріп тұрамасқа? Былай істейікші, келген қонақтар
Мына тамададан қалдық қой демей, сол қолымызды көтерейікші, сол қолымызды. Кім қолын көтермейді, соның қолтығында проблема бар. Сол қолымызды көтерейік. Біз сол қолымызға әлемде қиналған кездерімізді, жол болмай қалған кездерімізді, мынау ат өшкір кредит бар ғой, соның бәрін жұмыңыздарда жерге лақтырып жүріңіздер. Енді оң қолымызды көтерейікші. Оң қолымызға әлемде бар жақсылықты, молшылықты, ақшаны, бақытты аңыздарда жұмыңыздар. Жұмыңыздарда бәрін ол екі кісіге лақтырып жүріңіздерші. Айналайын асылған аяулым, жұлдыздай жаныңыздар, көпшілікке жарыңыздар, ақшаны миллиондап табыңыздар. Жастарыңыз 130-ға келгенше немере шөбере шөпшекке дейін бағыңыздар. Ал енді мақтаған сайын тұра бермей бағыңыздар. Эльмира әпкемізді сыйлап, алыстан басқа қаладан келген қонақтар бар ма? Кім бар? Тараздан келген бар ма? Кең бар, жапына ұрып қойып жаңағыздар. Ассалаумағалейкум аға, есіміңіз? Жасұлан. Кім болып келдік тойға? Инесі. Інісі, қай қаладан келдік? Қаладан. Тараз. Тараздан, рахмет, арнайы сыйлап 120 километр артқа тастап келгеніңіз үшін. Рахмет, шапалақ қойып аламыз. Рахмет. Ал ардақтағайын олай болса, келесі қонақ бүгінгі тойымызды 14:00-ге шақырды, ровно 2-ге. Одан ерте келген қонақ бар ма? Кім бар? Кім бар? Бірде келген, кім? 1:30-да келген. Апамызға кең, апа, маэстро, жібер. Рахмет, апа, есіміңіз? Есіппін. Кім болып келдік тойға? Негізінде мен құдашамын. Алдас. Алда, шапалақ ұрып қояйықшы көзілер. Сағат қаншада келдіңіз? Ойбай, 2 болмай келдім ау деймін. Ерте келдіңіз ба? Рахмет, ерте келгеніңіз үшін сізге, келесі тойға тағы ерте келсеңіз, тағы батыр келгеніңіз. Ал апамызға шапалақ ұрып қояйық. Келесі қонақ той басталып кетіп, бата беріп болғаннан кейін кім келді? Бата беріп болғаннан кейін кең, маэстро, жібер. Амансыз ба? Есіміңіз? Елвира. Кім болып келдік? Келіні. Келіні. Той басталып, бата беріп болғаннан кейін келдіңіз ғой, иә? Бізге кешікпеген қонақтарға сыйлық жоқ. Келесі тойға кешікпеген жарайды. Мүлдем кредит алмаған, кредиті жоқ кісі. Кім? Кім? Ағамызға кең жағы, маэстро, жібер. Ассалаумағалейкум, құдайға қош келдіңіз. Есіміңіз? Рахмет. Вообще кредит жоқ па, амағасы ба? Вообще. Қалай күн көріп жатсыз деп, тойбай, қалай күн көріп жатсыз деп. Рахмет, бұнда. Жоғамаңыз бәлеге. Вообще кредит жоқ па? Шапалақ ұрып қойып ағамызға. Рахмет, келесі қонақ 5-6 кредиті бар. Каспий аресте. Сондай қонақ бар ма? Кең жарқы, маэстро, жібер. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Рахат, Эльмираның класстасымын. Қараман Сапқоздың қызымын негізі. Қанатбек Шынар деген. Танитын шығарсыздар.
Әкем тракторист болды, шешем даяркы болды. Бүкіл өмір баяныңызды айтып бермейді. Әке, қанша кредитіңіз бар? Çok bir anası var. Жоқ, негізі сұрап жатқаныңыз бар ма? Bala үйленіп аламыз ғой. Каспий арест емес қой бұлардың, иә? Аресте? Бәлем, құтылыңыз, иә? Әкемге шапалақ ұрып қояйық. Келесі, көп балалы аналар бар ма? Кеңіздер кім бар? Қол көтерейікші. Көп балалы ана. Кімдер? Келі бар ма? Кеңіз, бір кісі. Тағы кім бар? Көп балалы аналарымыз. Кеңіз, әпке. Ой, міне тамаша. Тағы кім бар? Келі бар ма? Міне көп балалы аналар, шапалақ ұрып қояйық шағай. Есіміңіз? Салтанат. Салтанат. Кім болып келдік? Ауылдас. Ауылдас. Тамаша. Есіміңіз? Жазира. Жазира. Кім болып келдік? Коллектив. Коллектив. Тамаша. Есіміңіз? Эльвира. Эльвира. Кім болып келдік? Келіні. Келіні. Есіміңіз? Қарай. Кім болып келдік? Туған келінім. Туған келін. Ал енді сұрайық. Кімде қанша бала бар? Сізде? Алтау. Алтау. Сізде қанша ол? Бесеу. Сізде қанша? Бесеу. Алтау болғанда келесіз. Ой, міне. Ардақтаған көп балалы анамыз. Кім болып келді? Келінім. Келіні. Тамаша. Мен ардақтаған мен бұл кісілерді мазақ қып немесе басқа шақырып жатқан жайым жоқ. Осы сіздің жолына келіндеріңіз аяулымға берсін деген тамаша тілекпен шақырып. Сол 6 баланың қызығын көріңіз, 6 ұлыңыз, 6 мемлекеттің президенті болсын. Шақырып қояйық. Ербол, шапалақ ұрайық, кеттік ал. Елге қош келдік. Жылдарыңыздың жан досы бауыры. Міне жігіт өз енесін қатты жақсы көреді. Енеңнің туған күні қашан? Ертең? Түсіндің ба? Шапалақ қойыңдар. Мағында енеңе мен атынан арнайы шапалақ қоя келдік. Міне нағыз жігіт. Енесін қатты кім? Біреу. Ағамыз екеуі. Ана ағам шақырайық теңіз маэстро. Жіберіп кетті. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Есіміңіз? Манарбек. Манарбек. Кім болып келдік? Құда бала. Құда. Үйдегі жеңгем қайда? Қыдырып кетті. Қыдырып кетті ма, келемей қалды ма? Келесі тойға тастамаңыз аға, мынау арнайы жеңгеме. Шапалақ ұрып қояйық ағайын. Рахмет алар дақтағайын, ойынымыз арын. Күлімтай, Гүлнара, Берік, Ержан, Арайка, Жаслан, Мира, Нұрлан, Диана, Ғалым Агерке, Дінмұхаммед, Альбина, және Медет, Диана, Керім, Әсен, Манарбек, Ақтолқын, Самат, Айгүл, Есбол, Эльвира дейді. Кеңдер барша нағашылар қауымы той төріне азабаламанына дейдер білейікші.
тек ниет өзіңізден болсын. Құда-құдағилар, келген қадамдарың құтты болсын. Кішкентайың бауыр берік болсын, денсаулығы мықты болсын. Осы бала шағаның қызығын көреді. Той болсын. Мына төрге шыққандарыңыз екіншіден құдалығыңыз болсын, балалар жастар бақытты болсын, осылар бақытты болса біз бақытты болсын. Ал елмеға не дейміз? Мынау бүгінгі мынау балапанның бесік тойы құтты болсын. Құдалықтарың мың жылдық болсын, дендерің сау болсын. Әрқашанда сіз іздемей, әрқашанда ойнап күліп жүре беріңдер. Әгөш жаныма шейін. Кішкентай кезімнен бақтым, қақтым, бірақ енді құда қаласа мен үйдегі болсын. Құдай білсе, құда қаласа мен бұдан да қызық тойларда бала шағың, балаңның қызығын, келінге айтарым, ары қарай көбейтіп қызықтар жүре беріңдер. Дендеріңіз сау болсын. Осындай той жаңда бақытты болыңдар дендеріңіз. Бақыт ішінде бәрі бар. Алла не дейміз, құрметті құдалар, мынау құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, дендеріңіз сау болсын, төрден орналғандарыңыз құтты болсын. Алла не дейміз, Елмира кішкентай бесік тойы құтты болсын. Той той аласың. Сізде той. Құрметті құдалар, құдағилар, жекжат жүректер, достар, келген қадамдарыңызға бөліп өтсін, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, күйеу балаларыңыз жылдық болсын дегендей одамды осы сіңлім мен Елмира жаным осы келін бала бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, барлық жақсылық болып, осы көпшіліктің айтып жатқан тілектері Алланың құлағына шалынсын, тағы шүбір болыңыз. Ал құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын әрдайым. Не дейміз, Елмира әпке, немереңіздің бесік тойы құтты болсын, әрдайым осының қызығына тоймай, артынан ілесе берсін. Мынау айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалып, амин дей берсін. Сол үшін. Жиналған тойшыл қауым, Елмираның көршілері, құрбы құрдастары, Ақоштың дос-жарандары, барлықтарыңызға да көп рахмет. Мынау біздің Елмираның қуанышын сыйлап келгендеріңізге, барлықтарыңызға түгел, төрт көздеріңіз түгел келгендеріңізге көп ырза болып отырмын. Рахмет сіздерге. Көргендеріңіз тек қана той болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, мінекей ештен кеш жақсы деген арада 5 жыл өтті деп жатыр. 5 жыл өтсе де мінекей құдалық той болып жатыр. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, әрқашанда өстіп, сіз біздеріңіз арта берсін. Қарыз баламыздың өмір жасы ұзақ болып, артынан ере берсін. Дендеріңіз сау болсын. Алла тағалам тойдан тойға аман есен жете берейік, құдалығымыз мың жылдық болсын. Ал Елмира жаным, бүгінгі тойы құтты болсын. Мынау елбасы болғаннан кейін балаларым бәріне айтып отырам. Елмира осы үйдің үлкен қызы, әпкелерін сыйлаңдар деп. Сол мінекей бүгінгі тойымды көріп қуанып отырмын. 40-50 емес, мінекей 70-80 адам отыр. Кафеміздің сәл-сәл тар болып қалғанын айып етпеңіздер. Көңіл сыйған жерге бәрі сияды. Ақош жаным, айналайын, мінекей бүгінгі алғашқы тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын. Ақош ол менің балам, титтайынан қолында өскен, тәрбие көрген,
өте жақсы жігіт, шымыр елінің жігіті болса да, әттен бағып қағып, өсіріп, құтты орнына жаңағы келін әперіп, үй жай қылған жайымыз бар. Аман болыңыздар, көргендеріңіз той болсын, әрқашанда өстіп, тойдан тойға аман есен жете берейік. Рахмет, нағашылар, бақытты болыңыздар. Қосыламыз ба? Ешқандай береңіз жоқ қой, Олай болса алып келген сый-сияпатыңызды тапсырайық, нағашылар биі болсын, Ортада маэстро, кеттіңіз. Ертаңда тұлдарыңыздың тамаша әнімен ортаға биге шығайық. Ал кәмке той қаласын, кет аға. Жібер маэстро. Сәлемасы кәмке, сіздердің құрметтеріңізге. Жұрт болсын, сіздердің құрметтеріңізге той табаны Go
кешке ақ дастархан басына жайғасайық. Ортада жүрген кісілер ақ дастархан басына жайғасайық. Сыртқа шығып кетпейік. Жақсылап жайғасыңыздар, той байғаласыңыздар. Ал ардақ ағайын, той қалай болады? Жақсы болады ма? Құдалар қалай, жақсы отырсыздар ма? Бәрі жақсы ма? Ал ардақ ағайындар, бүгін өздеріңіз байқап отырсыздар. Бір емес екі асаба қызмет атқарып жатыр. Негізі бүгінгі асылған бауырымыз үшін арнайы 3 асаба болып келіп отыр ағайын. Құрметті құдалар, сіздер үшін арнайы келіп отырған. Мен ортаға шақырайын деп отқан асаба менің ұлағатты ұстазым. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Алтыннан салмақ ағайын. Қуаныштан бірі қалмайтын жан-жақ ағайын. Бүгінгі қуанышқа шаттанып келген, ақ тілектерін ақтарып келген. Бүгін бейбауырсыздай ұрпағымызды еске саламыз деп, бүгінгі тойға мақтанып келген құрметті ағайындар, той құтты болсын дейміз. Дұрыс той бұл асабаның үн қатқаны, бұл тойда бір әдемі сыр жатқаны. Мың жылдық құда болғандарыңыз құтты болсын, құты биік болған құраластың ұрпақтары. Той төрінде дәл бүгін ұлымғаным, жақсылықтың, жақтың бұйырған. Бүгінгі қуаныштарыңыз тойғалассын, шыңы биік болған шымырларым. Шымырмен мінекей құралас, құда болып мәңгілік болсын. Алдарыңызда әрқашанда там күліп тұрсын. Екі ортаға іріткі салған адам болса, мәңгілік әндік болсын деп қояды. Жақсылық болсын, жақып болсын, балаларымыздың басында бақыт болсын, таусылмайтын уақыт болсын. Елмир әпке, келіңіз, Елмир әпке, келіңіз қасыма. Бүгінгі мынау жақсы ақ дастарханын жиып, құдаларға күтіп, ағайын туысқандардың басын қосып отқан Елмира әпке. Не деген тәтті, бүгінгі той егесіне шапалақ ұрмайтын ағайын, не деген қатты. Той құтты болсын дейміз. Мынау өз қызығын, өз балаң, одан қызық озбаған, әңгіменің қызығын немере ғой озбаған дейді. Міне, немере көріп, қуанышына тоймай, жақсылыққа бойлай жүре беріңіз. Шөбере көріңіз. Шөпшек көріңіз. Шөпшектен кейін немене көріңіз. Немене көргеннен кейін неменеге жүрім деп ойланыңыз өзіңіз. Той боласын дейміз. Тек қана ырыс болсын, шаңырағыңызда барлығы дұрыс болсын. Бүгінгі жасап атқан қуаныш, осы қуанышқа келген ағайынға жұғыс болсын. Әдемі тілектері мен алтындай жүректерімен келген. Өйткені ұрпағына сенген. Қазақта әдемі сөз бар, ұрпағыңмен мың жаса дейді. Ол енді ойлай кейбір, мен мың жасайын болсын. Ол ұрпағыңыз жақсы болып, тәлім тәрбиені беріп, биіктен көрініп, елдің алғысын сізге жаудырып атса, сіз ұрпағыңмен мың жасайын деп ойлады екенсіңіз. Мен мың жасадым, жақсы ұрпақ тәрбиеледім, саналы ұрпақ тәрбиеледім. Осындай маған алғысын әкеліп жатыр халықтан. Мен осындай ұрпағыммен мың жасап жатырмын деп мақтанады екен. Сіз де мақтанып жүріңіз. Әрқашанда Алланың берген бақыт алып жүріңіз. Тек қана ырыс болсын дейміз, тиштік заман болсын, саналы балаң болсын. Өсіріп атқан ұрпақтарыңыз егеменді еліміздің тұтқасын нық ұстайтын маман болсын. Мен де өнерді жастайымнан ұлық болдым. Жастайымнан менің ауылдас Шәріп ағам көкемнің жақтан мен арнайы асаба болып шығып тұрмын. Сондықтан да сол қадірін ұғыңыздар. Жақсылықтың жақын ұғыңыздар, ал құданы сыйлайтын ағайындар қораластарға шапалақты аямай ұрыңыздар дейміз. Құрметті әрқашан құдаларым әркімді жақсылықтың жақын алып келген құдалардың ақ тілегін құбаламын. Орын-орнынан айтылатын сөз қымбат, жақсылықты көре білген көз қымбат. Ұрпағымнан жалғасып келе жатқан бейбарыс деген із қымбат.
Бүгінгі қуанышты қыздыратын сіз менен біз қымбат. Сондықтан да жақсы ниетімен келген, жақсы сыйлап келген, бүгінгі қуанышқа бақыт сыйлап келген. Екі ортаға алтын көпір боласын деп, алтын көпіріміз ұласып, бриллиант көпір болсын деп келген, мен ортаға жаңа құдаларымызды жайнатып, қуаныштың төріне тойлатып шақырсам ба деп отырмын. Олай болса, сіздердің шапалақ қошеметтеріңізбен құдаларды құшақ жайып асабаның алаңына билетіп, жайнатып шығарсам деймін. Той боласын деп олай болса. Құдалар ортаға! Құдалармен жүздесіп жүрген жақсы, шын жүректен қуанып көрген жақсы. Алдыңнан қуанышты шығатұғын, құдалардың қадірін білген жақсы. Құдалармен мың жылдық емес, мәңгілік өмір сүрген жақсы. Жақсы тілегімен, жақсы ниетімен жайнататын. Бүгінгі қуат тілеппеген, көңілімізге шат тілеп келген. Аузын аша жүрегі көрінетін, өздері жүректі, өздері тілекті. Осындай қуанышқа құда болған құрметті. Жақсы тілек, жақсы ниеттерімізді бастап берсін. Сәрбаға өзіңізден ба, анамыздан бастаймыз ба? Анамыздан бастайық. Мінекей айтады ғой, алып жүр үлкендердің баталарын, жақсылықтың өмірде жаса бәрін. Осынау қуанышқа келген бүгін аман болсын, алтын құрсақты аналарым дейміз. Осындай аналарымыздың ақ тілегімен бастайық. Құрметті мына тойға келген тоғышыл, тойларыңыз құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын. Құдағи мына тойыңыз құтты болсын. Аяулым, Асқат, мына айналайын, бақыттарың баянды болсын. Өмір бақи қол ұстасып өтіңдер, дендерің сау болсын. Әр уақытта бақытты болсаңдар, біз де бақыттымыз. Мына кішкентай бейбарысымыз өсіп, үлкен жігіт болсын, дені сау болсын. Осы отырған көпшіліктің бәрі осындай той болсын. Гүлмира құдағи, тойыңыз құтты болсын. Тойыңыз той боласын. Рахмет апа, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз айдай келсін, өміріңіз жайнай берсін. Өзіңізден өрбіген ұрпақ дәл осындай қуаныш тойлай берсін. Айтқан тілегіңізбен жастарға нәсіп түссін. Жақсы жол ұрпағыңыз басып түссін. Осы құдалықтан кейін продукт арзандап, пенсияңыз миллион теңгеден асып түссін деп қояды. Рахмет тілегіңізге, әдемі ниетіңізге. Сәркөбе ертеңмен үндесетін. Қазағымыздың нарғасқа азаматы жанына тек жақсылар ілесетін деп Шәріп көкімнің жақсы тілегі болсын дейміз. Ассалаумағалейкум, тойға келген тойшы қауым. Құрметті ағайындар, мына біз бүгін қасиетті шымыр елменен бүгін емес, біраздан бері құда болып жатырмыз. Ал енді бұл шымыр ағайындардың ар жағын айтатын болсақ, біз ақшадан тарайтын ақшаның жиені болып келеміз. Ал енді мынау Асқат мырзамыздың нағаш жұрты мынау тілек ағайындар. Қазақта мынандай сөз бар ғой. Төмен барсаң шоқай менен жәкел бар, жоғары барсаң 40 мың қойлы тоқай бар деген тілек ағайындар оңай емес. Бұлар бақ қонып қыдырдарған халық. Ал енді біз өзімізді келетін болсақ, біз қоралас деген ел боламыз. Мынау бүгінгі жасап атқан тойларымыз құдағи. Мына бейбарыс немереміздің, шөбереміздің айтпақшы, тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Мынау осылардың ата-аналарына Алла тағала баянды ғұмыр берсін, ауызбіршілік ынтымақ берсін. Барлықтарыңыздың үйінде осындай той бола берсін. Мынау қазақта сөз бар. Қыздың ұясы үйден болғанмен өрісі түзден деген. Сол мінекей қыз баласы қанша дегенменен түзден өздің өмірлік серігін табады. Сонымен бақытты болайын, бақытты қылам деп барады.
ал 2 жас бақытты болсын, көретін қызықтары көп болсын, ұрпақтары ұлағатты болсын, көп болсын. Бақытты болыңыздар барлықтарыңызға. Рахмет. Рахмет аға, мінекей сөз сөйлесе сөздің сәнін білетін, сұрағанның бәрін білетін осындай ағаларымыз аман болсын. Тиістік заман болсын, айтқаныңыз айдай келсін. Жақсылығыңыз жария болсын, қуанышыңыз дария болсын. Нағашылар, атыңнан айналайын нағашылар, нағашыны сыйлағанның бағашылар. Қуаныштың төрінен табылатын мінекей ағайын табы осылар деп құдалар жақтан келген нағашылардың жақсы тілегі болсын, жақсы ниеті болсын дейміз. Болсын. Әрқашан осындай тойда келсек, мына жиен жар үлкен азамат болсын. Осының үйлену тойын бізге жазсын, бізге көрейік. 2 жас бақытты болсын. Осы 2 жастың арқасында шауып жүреді. Рахмет, мінекей, құдаларға бір-бірін тұрған мақтап, ізгілікті сақтап, тілегін келген баптап, тілегі де, ниеті де, көйлегі де, татығы шашына дейін аппақ деп жүргені. Рахмет, тілегіңізге, ниетіңізге рахмет. Ары қарай. Бәрекелді жақсы. Мінекей, құдалар осындай қуанышқа кепті, бұйыртқан дәмін құдалардың ауылында жепті. Келесі құдаға сөз берейік, көзінде әшкей, басында кепка деп өзіңе келді. Атауға жиналған көпшілік қауым, мен Дәулеттің бажасымын туғаным. Дәулет, Нұрсұлу, кішкентай бейбарыстың тойы құтты болсын, әрдайым үлкен биіктерден көріне берсін. Ал құдағи, немереңіздің әрдайым дастарханыңыз қызыққа жайылсын, Алла өзі нәсібесін бере берсін. Еліңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Мынау бүгінгі қуанышқа құдалар келсе дейді. Құдалар келген кезде Сейіт ағам тілек айтпаса, бәрімізге қиын болады дейді. Өзіңізге жақсы тілек болсын дейді. Құрметті тойға жиналған көпшілік қауым, бүгін мінекей мынандай үлкен дастархан басында бәріміз жақсы тілек айтамыз деп бәріміз жиналып отқан жайымыз бар. Ал Елмира құдағи той-тойға ұлассын, әрдайым осындай қуаныш отбасыларында көп болсын. Осы той барлықтарыңызға жұмысты болсын деп тілейміз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Айтқандарыңыз айдай келіп, жақсы тілектеріңіз жайдай берсін дейміз. Дәл осындай қуаныштың төрінде әдемі көңілді жүріңіздер. Әрқашанда осындай сейіттей ағаларымыз құда болып, қуаныштың төрінде шауып жүрсін. Орталарыңызда той думан сауып жүрсін. Сейіт ағама шапалақ ұрған кісілер күніге есік алған бүтін 20 мың теңге тауып жүрсін. Ары қарай тілектер. Құданың құдағия, осындай қуанышқа кеп қалдың. Бұйыртқан дәмді жеп қалдың. Мінекей қуаныштың төрінен табылған осы күн сағынған. Ақ тілегімдегі болатын қуанышы көп деймін, ешқандай проблема жоқ деймін. Мынандай көйлек Қазақстанда сізден басқа ешкімде жоқ деймін деп өзіңе жақсы Құдағи, бүгінгі мына бесік тойларыңыз құтты болсын. Немелер сөте берсін, жастар бақытты өсін, көбейсін, сізді тек қуанып жүрсін. Тойға жайған дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, салған алтын көпірлеріңіз ұзағынан болсын. Сол үшін рахмет, айтқаныңыз келсін. Өзіңіздің бала бұрыңыздар, не деген шапалақ деп шоқ болды. Бұл қай құдағи? Әйгерімнің несі? Рахмет, қатырсың. Міне, осындай қуанышқа құдағиыңызды да қосып шақырыпсыз. Мінекей, тәтті тілекті құдағи бүгінгі қуанышты бал қылып батырыпсыз. Бәрін айтып, бірін айт, дәке Нұрсұлу, құдағи башы қатырыпсыз деп. Той қойыласың дейміз. Ары қарай тілектер, енді құда берді. Мінекей, құда болып, ағам Дәулет жиналғандай бүкіл құдалыққа әуелет. Ақ жақсы тілекпен, жақсы ниетті алып берген Дәулет аға, тілекті құдалардың ауылында әуелет деп қойығы. Жақсы тілек айтыңыз. Құдағи, немерелер болсын, ешкі болсын,
балаларын аяудың бақытты болыңдар. Öbürlü şükürlü olunlar. Mağazın bahsederleriniz mol olsun. Okup koyduğundan o şakaraktan gitmesin. Құдалықтарыңыздың жылдық мәңгілік берекелік ырыс болсын, екі жақта да дұрыс болсын. Тілек айтатын құдағиыңыз Эльмира әпке, Нұрсұлу. Айтыңыздар, бір жерде Нұрсұлудан басқа кім сұлу? Міне, құдағи болып Нұрсұлу кеп қалдың. Bir kandemli kudaların ağında cep kaldık. Жаңа мен сені көрген кезде аққақ көйлегіңмен мен сені періштеме деп қалдым. Мінекей, жақсы тілегімен, жақсы ниетімен келген осындай қызды өмірге әкеліп 9 ай 9 жыл көтерген аналық парызы өтелген. Осы қуаныштан табылған ақ тілегі құдағи болып ағылған жақсы ниетімен келген жайнататын, көмейін бүгін сайрататын, жақсы тілек айтып, осындай қуаныштың төрінде көмейін сайрататын. Мінекей, жақсы тілек осындай қуанышқа құдағи қылып шақырады, тәтті тілегін бал қылып батырады, қазір көресіздер. Жаттар дастархан жайып бесік тойға құдалық жасап жатқандарыңызға құтты болсын. Мынау ауыз толтыратындай немере бейбарыс деген үлкен азамат болсын. Асылхан мен аяулым бақытты болсын, қарай жалғаса берсін. Әкелген дүниемізді өздері тоздырсын, рахаттарына жаратсын. Деніміз сау, бастары аман болып, осылардың бақытты жүздерін көре берейік. Айтқандарыңыз келсін. Әпкесіне сөз берейік Айғырым. Айгерім бар, Айгерімге сөз берейік. Өйткені айтады ғой, жетелеп желкенендей ақкеменің мақтағанда сіздерге тап келемін. Осынау қуанышта жүрген бүгін аман болсын. Айгерімдей әпкелерім деп міне тілеуін тілеп сіңірлерім тұр. Жақсы тілеп өзіңнен болсын Айгерім. Күйеу бола есімі? Мұхит күйеу бола ма? Ай рахмет. Мына дұрыс қой. Құда болып, осы қуаныштан табылған болса, әулетке күйеу бала болып шапқан. Мынау келінің жақсы болса, қызды болғаның, күйеу балаң жақсы болса, ұлды болғаның дейді. Сондықтан да осы әулетке күйеу бала әр ұл сияқты жақсы сыйлап, бақыт сыйлап жүрген жақсы тілек өзінен болсын дәмді. Әжеге тойқыт болсын, бақытты болыңдар. Тек қана бақыт, құдалықтар мұншылық болсын, сол үшін. Рахмет, бажан ғой, бажаса, ішіндегі тазаса, бажан жөндеп бітпегесің ба, болмай тұрған сияқты болмазаса. Алға, Айгерім. Аяу Асылхан, балалар ұзақ жасасын. Өтеміз бақытты болыңдар, үгірлі шүгірлі болыңдар, артынан ере берсін. Рахмет. Тілектеріңізге рахмет. Жақсы тілек болсын, келіңіз, бәке. Бәке, бір тілек айтыңыз өзіңізді. Барлығы қосылбатыр, бір ауыз айтыңыз. Бүгінгі той құтты болсын. Құдағи немереңіздің өмір жасы ұзақ болсын, үлкен азамат болсын, екі жас бақытты болсын. Рахмет. Сіздерде де бір ауыз. Құдағиымнан немереңіздің бесік тойы құтты болсын. Құдалық мың жылдық болып арта берсін.
Маған бере берсін, берейін. Маған жоқ стол. Әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда тек қана қызығушылықпен той болсын. Дастархандарыңыз тек қана әпке, не деймін, Асылхан мен Аяуға бала жоқ енді, балаңыз деп есептеймін. Балаңыздың бесікке салуынызды құтты болсын, дені сау болсын, ауырмасын. Кімнің баласы деген кезде, пәленшенің баласы дейтіндей, сондай атағы ие бола берсін. Арамызда өстіп күліп ойнап, үлкен азамат болып өссін. Сіздерге тілейтін тек қана қуаныш, махаббат. Ұл қызымыздың қызықшылығына тоймай, ортаңызда ойнап күліп жүре берсін, дендері сау болсын. Мен енді сізге осындай дос сыйлағаныңызға бізге тәрбиелеп, дұрыс тәрбие бергеніңізге не деймін, әрқайсысы осы кеп қымбат уақыттарыңызды бөліп келіп отқан кісілер, рахмет. Әрқайсыларыңыздың үйлеріңізде осындай бір той болсын. Рахмет. Кем деймін? Қой деймін, Алеш шешінбе десе. Қой деймін, қой деймін. Ал енді сіздерден кейін де осы өлетке осындай қонақтар келе берсін. Бұндай қуаныш әр жыл сайын бола берсін. Бесік той 5 рет болсын. Шілдехана 7 рет болсын. Келіндеріңіздің дегірке шыққаны 2 рет болсын. Ағаларыма қалғаны 8 рет болсын. В общем, Жетісбаевтар өлетін келіндері Қазақстанның роддомында 10 рет болсын деп бір қошемет қоямыз. Ал енді айтып бар бұқыман досының тілегіне қосыламын. Алып таты бар, батыр таты бар анадан, жұмақтың келді ақ жаулықты ананың табан астында дейді ғой. Осындай ақ жаулықты аналарым заман болсын. Бүгін тамаша той болып отыр. Сіздерге көп рахмет, келіп осы әулетке тамаша ниеттеріңізді, тамаша тілектеріңізді білдіріп отқан аяқта кісілер, кетіп баратқан кісілер деп қоймайды деймін. Тоқтатып қойғансың ба бәрін. Той құтты болсын, сіздердің үйлеріңізде той болсын, бейбарыс баламыздың артынан ере берсін, көбейе берсін. Қосыласыңдар ма? Жоқ, қосылғанда ерке болған сөйлейді. Бағана сөйлейін деп берген келді. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құда-құдайлар, Асылхан, Аяу,
бауырымның кішкентай балапанның бес тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, артынан тағы да осындай бершілер ере берсін. Шаңырақта тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға жақсы осындай айтылған тілектердің бәріне қосыламын. Жақсы тілектер айтылып отыр. Құтты болсын, тек қана тойда жолдай. Рахмет. Бір женский тілек болса арамызда, не? Болмаса қосыламыз ба? Елдерін жыбыр-жыбыр етіп іштен тілек айтып тұрсыздар ғой. Іштен айтқан тілек бірінші орындалады дейді. Қан екен? Қай қыз? Қайсы? Қай кісі? Қан екен? Құрметті құдалар, бүгін төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Асылхан аяулым, бүгінгіна Бейбарыс балапанның бесік тойы құтты болсын. Құдай қаласа артынан кесте-тігер қаншайымда бере берсін. Отбасыларыңызда тек қуаныш той болсын. Осындай қуанышты бөлісіп келіп жатқан барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда тек той болсын. Ал, бәрекелді, көп-көп. Төрт көзіміз түгел Құдай қаласа 3-4 жылдан кейін Бейбарыс батырымыздың сүндет тойында жолығайық деп ниет қылып өзіңізге ұсынайын. Мінекей